Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Осы апта сіздерге өте дәмді және ерекше түрімен таң қалдыратын шпинаттан жасалынатын тіске басардың рецептін ұсынатын боламын. Міндетті түрде менімен бірге дайындауға шақырамын. Ең алдымен бисквит дайындаймын. Маған шпинат қажет болады. Менде қатырылған шпинат, балғын шпинатты қолдануға болады. Блендерға саламын, үстіне күнбағыс майын құямын, қаймақ саламын. Қаймақтың майлылығы маңызды емес. Блендермен жақсылап еземін. Бізде пюре тәріздес масса болуы керек. Бөлек ыдысқа 4 жұмыртқа саламын, шым-шым тұзбен жұмыртқа 2 есе көтерілгенше миксерлеймін. Миксерлеп жатып, қант саламын, тағы да араластырамын. Алдын ала електен өткізілген ұнға қамыр қопсытқыш, яғни разрыхительді салып араластырамын. Жұмыртқалы массаға бөлектеп сала отыра араластырамын. Көп араластырудың қажеті жоқ, тек ұн мен масса біріксе болғаны. Сосын жаңағы шпинатты массаны салып, тағы да араластырамын. Осы жерде пешті қыздыра берсек болады. Противенге саламын, тегістеп 4 бұрышты форма жасаймын. Қызып тұрған пешке 180 градусқа 8-10 минутқа жіберемін. Піскенін таяқшамен тексеремін. Таяқша құрғақ болса пісті деген сөз. Пергаменттен алып толықтай суытамын. Ұзыншалап кесемін, содан кейін ортасынан кішкентай 4 бұрышты пішін жасайтын боламын. Осы жерде кішкентай 4 бұрыштының орнына 3 бұрышты пішінді жасауға да болады. Осылайша барлығын кесіп шығамын. Бірінші бисквиттің үстіне творожный сыр жағамын. Үстіне екінші бисквитті қоямын. Осылайша барлығын жағып шығамын. Үстіне қызыл балықты видеода көріп тұрғандарыңыздай ұзыншалап кесіп, ортасынан рулет тәріздес орап, жан-жақтарына орналастырып шығамын. Осымен шпинатты тіске басар дайын болды. Сіздерге де дайындап көруге кеңес беремін. Негізінде шпинат деген ас көктің бірі болып табылады. Шпинатты укроп, петрушка сататын жерден таба аласыздар. Шпинатты ешқандай дәмі жоқ, сондықтан бисквиттің дәмі құртылмайды. Сіздермен болған Гүлназ, барлықтарыңызға ас болсын.